Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай екі қамырды бірге жайып, осындай созылмалы бөректерімізді жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай бізге суымызды керек болады, одан кейін тұзымызды, келесіде жұмыртқамызды салып, қасықтың көмегімен тұзымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жартылай ұнымызды саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қалған ұнымызды салып, қасығымызды алып тастаймыз да барлығын жақсылап елейтін боламыз. Міне біз қолдың көмегімен осылай керемет қамырымызды илеп алдық. Бұны жарты сағат немесе 1 сағатқа салфанға салып тындырып қоямыз. Оған дейін біз ортамыздағы ұнымыз жабыспайтын құпиямыз, ол 4 қасық ұнымызға 4 қасық кукуруз крахмалын саламыз. Сонда екі ортасына сеуіп отырғанда қамырымыз бір-біріне жабыспайтын болады. Міне барлығын бірге бір араластырып аламыз. Енді қамырымыз тынып болды. Енді оны 4-ке бөлетін боламыз. 4-ке бөлемізде 4 бөлікті де дөңгелектеп шетке қойып қоямыз. Міне барлығын дөңгелектеп алдық. Енді аз-аздап осылайнан крахмалымыз бен ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызға дөңгелектеп жайып аламыз. Бірінші қамырды біраз дөңгелектеп алғаннан кейін, енді екінші қамырымызды осылайнан дөңгелектеп жайып аламыз. Міне екі қамырды да дөңгелектеп жайып алдық. Енді ұн мен крахмалымыз араласқанды себеміз. Үстіне екінші қамырды қойып, тағы да ұнымызбен себеміз. Одан кейін міне осылайнан қамырымызды жайып шығамыз. Ортасына осылай ұнымыз бен крахмалымызды себе отырып, осылай жұп-жұп қағып қамырымызды жайып аламыз. Енді оны рогалик кескендегідей 3 бұрышты бөліктерге кесіп шығамыз. Достар, егер менің каналыма әлі де тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып және өз пікіріңізді астыға жаза кетіңіздер. Міне осындай начинкаға мен сырды пайдаландым. Теркадан немесе осылай 4 бұрышты қылып кесіп алып салсаңыздар да болады. Негізі начинкаға кез келген нәрсені, өзіңіз қалаған нәрсені салып жасасаңыздар болады. Міне осылай рогалик сақылды дөңгелектеп шығамыз. Сырымыз ақ кетпеу үшін осылай бұрыштарын жауып шығамыз. Одан кейін ары қарай рогалик сақылды орап шығамыз. Барлығына солай жасап шығамыз. Міне жасап дайындап алдым. Енді ол ашылып кетпес үшін осылай шеттерін, ұштарын сумен жабыстырып шығамыз. Артық бөліктерін осылайынан бөлек салып қатып шықсаңыздар да болады. Кез келген уақытта таңертең пайдалансаңыздар болады, таңғы асқа. Енді қызып тұрған майымызға осындай бөректерімізді салып, екі жаққа қызарғанша пісіріп аламыз. Асты үстін аударып, осылай пісіріп аламыз. Міне біздің бөректеріміз дайын болды. Енді кез келген уақытта таңғы асқа осылай дайындап қойсаңыздар болады. Өте жылдам дәмді болып шығады. Қараңыздар, сыры өте созылмалы әрі дәмді, ыстықта жегенде керемет болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, астыға өз пікіріңізді жаза кетіңіздер.